Сәлем достар, сіздермен бірге кино айтушы. Мен бүгін сіздерге 2020 жылы шыққан Vonutry фильмнің қысқаша сюжетін баяндап беретін боламын. Ендеше, кеттік. Фильм үлкен ғимаратты көрсетуден бастау алады, ал Кенсияна сондағы орналасқан пентахаустардың біріне ауысты. Іші тазалық пен ұқыптылық жайлаған, тіпті мұнда біреу тұрмайтындай. Бұл уақытта басты кейіпкер Оро Немо өзінің кезекті ұрлығына кірісуде. Ол қорғаныс торын кесіп ішке енді, қауіпсіздік жүйесін сөндіргесін өзінің 7 минуты бар екенін көреді. Осылай ішке енген еркек ондағы құнды заттарды тонауға кірісті. Алайда жоспар ол ойлағандай болмады. Оро танымал суретші Эштейдің автопортретін таба алар емес. Ол өзінің серіктестерімен сөйлесіп видео инсталляция бөлмесіне қарай барады. Алайда іздегені онда да жоқ. Осыған да шүкіршілік етейін деген ұры кетейін деп шешті. Алайда қауіпсіздік жүйесіндегі қателіктен және кодты дұрыс термеуден сигнализация қосылып кетті. Қорқып кеткен ол шын есікті сындыруға тырысуда, бірақ ол өте қатты. Сол кезде ол терминалды сындыруға көшейін деп шешеді, алайда ол да нәтижесіз. Азапты дауысты сөндіру үшін ол динамикті іздеп табуға тырысуда. Бірнеше уақыттан кейін ол іздеген затын тауып құлағы оған өз рахметін айтты. Ол ішін аралап жүріп сырланған есікке тап болды. Ол ақырында оны сындыруға көшті. Ақылды үй жылулықты қосады. Ол өз шөлін қандырғысы келген, бірақ краннан су ағар емес. Тоңашқышты ашса, онда азық-түлік санаулы ғана. Есікті тесуден әбден шаршаған ол демалып алайын деп өзінің серіктестерімен байланысқа шығуға тырысуда. Жауап ала алмағасын ол тоңазғыштағы арақты алып шығып, нанға қара экраны жағып, қарнын тойдырып алды. Теледидар арқылы бейне бақылау камераларына шығып, күзетшінің не істеп жатқанын көреді. Таңертең ол тікұшақтың шуынан оянып кетеді. Бұл менің артымнан келген жолдастарым болар деп ойлаған ол дереу террасаға қарай жүгірді. Алайда ол тұзаққа түсіп қалған құстан басқа ештеңені таппайды. Қолдан жасалған өзенде шуынып алып ол серіктестеріне рация арқылы шығуға тырысуда. Алайда олар байланысқа шығар емес. Тіпті иесінің компьютерде қосылар емес. Ол Қазақстанға мұнара салуға кеткен екен. Оның көзі терезеге түсіп, оны ситрус арқылы сындырып көруге тырысады. Әрине нәтижесіз. Жоғарыдан ол жарықты терезені байқап, ол осы арқылы сыртқа шығайын деп шешті. Сондықтан неше түрлі заттардан баспалдақ жасай бастайды. Үйде мүлдем су болмағандықтан ол өзінің шөлін қандыру үшін тоңазғыштағы мұзды пайдаланады. Осыдан кейін ол өзінің құрастырған баспалдақ тектес затымен жоғары қарай өрмелеуге көшті. Алайда төбеге жеткенде кішігірім ғана жетпей қалады, сондықтан ол қайтадан жерге түсуге мәжбүр. Ол еденге отырып алып өзінің архитектуралық құрылысын сызуға кірісті. Үйдің іші шамадан тыс қатты суда. Сондықтан ол ақылды үйдің панеліне барып жылуды сөндіруге тырысуда. Алайда оның мәселесі тек жылулықпен шектеліп тұрған жоқ. Сонымен қатар оның жеуге жарамды заттар да таусылып барады. Ол ыстықтан әбден тарығып, бір жағынан шөлін қандыру үшін басын тоңазғышқа тығып алады. Алайда бұлай ұзақ тұра алмады. Ақылды үй көп өтпей оған есікті жабу керектігін ескертеді. Көзі консервіге түсіп, оны ашамын деген еркек қолын жарақаттап алды. Келесі күні ол мүсін заттарын пайдалана отырып, мұздатқышты ашып, ет және иттің консервісі секілді заттарға қол жеткізді. Кенеттен ол ағып жатқан судың дауысын естіп, сонда қарай жүгіреді. Сөйтсе тамшылатқыш автоматты түрде қосылып кетіпті. Ол дереу өзінің шөлін қандыруға кірісіп, бір рахаттанып алды, ал кейін шығар жолды іздестіре бастайды. Перделерді үзіп, кереуеттерді көтеріп. Ол бұл заттардың бәрін төбеге жеткізуге көмектесетін мұнара ретінде пайдаланды. Оның ойы жүзеге асып, ол жоғарыдағы әйнекке жеткізеді. Өкініштісі, ол да қабырға секілді өте қатты, сондықтан сындыру мүмкін емес. Ыстықтан әбден қажыған еркек блокнотқа сурет салып, бейне бақылау камерасынан Жасмин есімді тазалаушының артынан қарайды. Ол Жасминнің есіктің арғы бетінде тұрғанын байқап оған белгі беруге тырысуда. Алайда ол наушникте болғандықтан оның шығарған дауыстарын естімейді. Жасминнің қалай баспалдақ арқылы төмен түсіп жатқанын бақылап отырған Немо қалай ақылды үйдің салқындату режиміне көшкенін байқамайды. Салқындықты сезінген еркек бір жеңілдеп қалды. Ол тамшылатқыш ағатын жерге ыдыстар қойып қояды. Қосылып қалған кезде ыдысын суға толтырып үлгеру үшін. Осыдан кейін ол бұл жерден шығуға бағытталған екінші операциясына көшеді. Ол базаны сындырып, одан қорғаныш көзілдіргін жасап алды, ал кейін жоғарыға көтеріліп әйнекті тесуге көшті. Келесі күні ол тамақ дайындау барысында өз-өзімен сөйлесе бастайды. Бойын жайлап бара жатқан жалғыздық пен қайғыдан құтылу үшін. Ол кейін бейне бақылау камералар арқылы қызметкерлерді сырттай бақылап, олармен өзінің ескі таныстарындай амандасып сөйлесе бастайды. Ол қалай Жасминнің бір жігітпен сөйлесіп тұрғанын көреді. Әйнекті тесу арқылы ол темір гайкісіне дейін жетті, алайда оны бұрайтын ештеңе жоқ. Кешке таман ол телескоп арқылы шегі көрінбейтін қалаға көз салып өз көңілін аулайды. Кенеттен ол температураның төмендеп бара жатқанын байқап, бақылау терминал арқылы оны өзгертуге тырысып көреді, бірақ нәтижесіз. Осылай оның күні бір қалыпты өте бастайды. Әйнекті тесіп, шығуға тырысумен және қызметкерлерді камера арқылы бақылаумен. Жалғыздықтан қатты шаршаған ол тіпті құспен сөйлесе бастайды. Ол құстан саябаққа ол үшін көмек сұрап баруды өтінеді. Алайда құстың өзі мұнда тап болған тесігін таба алмай әуре болып жүр.
Іші пысқан ол картинкаларға бала секілді сызып көңілін көтереді. Кейінірек гардеробты сындырып, кейіпкер оның артынан бір жолда табады. Ол жерден тығылған Шеллидің автопортретін және үй иесінің резиналы қуыршағын тапты. Бұл жерден тығылған заттарды қолына алып пәтерге қайта оралған ол өзінің осы уақытта жолдасы болып кеткен құсының өліп кеткенін байқайды. Ертесіне ол үстелді сындырып гаишник күліштектес зат жасауға кірісті. Әйнекті ұстап тұрған гайкілерді бұрау үшін. Әрине оның ойы сәтсіздікке ұшырады. Темір ағаштан мықты болғандықтан оның қолдан жасалған күліші сынып қалды. Өзінің ары қарай не істерін білмеген еркек қабырғаға түсініксіз суреттер сала бастайды. Ал кейін қайтадан күліш жасауға кіріседі. Ағаштан тек бұл жолы жетілген. Оның бұл жолға ойы жақсы болып гайка бұраланады. Ол өз күліші сынып кетпейінше бірнеше гайканы бұрап үлгерді. Ол салған суреттерінің алдына алтар жасап қойды. Өзінің әр бұрап алған гайкасын сонда орналастырып. Алайда небәрі 2 гайка қалған кезде Немо өзінің қырағылығын жоғалтып алып, қолдан құрастырған мұнарасынан құлап түсті. Нәтижесінде ол аяғын шығарып алды. Ол өзінің аяғының жазылған сәтін күте бастайды. Кенеттен оның артында үй иесі пайда болып оның басынан ұрып жіберді. Бірақ қайта есіне келген еркек бұл көріністің жай ғана өзіне елестеген ұғынды. Ол жоғарыға қарап жатқанда кенеттен көзі өрт сөндіру сигнализациясына түседі. Еркек үйдегі барлық өртеуге жарамды заттарды жинай бастайды. Ал кейін лопаны жақындатып физиканың көмегімен қағаздарды жақты. Ал кейін жабайы адамдар тектес факел жасап өртті сигнализацияға жақындатады. Оның ойы жүзеге асып сигнализация қосылып бөлмеге су жауындай жауда. Алайда ешкім оған көмекке асығар емес. Ылғалдылықтан теледидар сөніп қалды. Өзінің шарасыздығынан әбден қалжыраған ол қараңғы бөлмені кете бастайды. Келесі күні қар жауады. Есіне келген Немоға қабырғада ілінулі отырған картинкасы бар үй иесінің қызының елесі елестейді. Ол өзі құрастырған альтарға жақындап өзі салған суретке табынуда. Ал кейін үй иесіне хат қалдырып кетейін деп қабырғаға жазу жасады. Ол үй егесіне жасаған істері үшін кешірім сұрайды. Ал кейін аяғын сілтеп басып өзі құрастырған баспалдағымен жоғарыға көтеріле бастайды. Келесі сценада жерге құлап түскен әйнекті көреміз. Камера Немо бүлдірген пәтерді бір шолып өтіп, еркек қайтыс болған, сыртқы сәулемен жарқырап тұрған, қолдан жасалған мұнараға келіп тоқтайды. Бүгінге осы. Егер осындай видеоларды жиі көріңіз келсе, каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған кино айтушы.